Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Біз бүгін Астанаға атпен жеткен жас жұбайлар Қуат пен Жайнаны күтіп алып тұрмыз. Мақсатымыз өзіміз істейтін газетке ақпарат беру. Әрине, әлеуметтік желіден қарап отырған жұртшылық бұл сапардан хабардар деп ойлаймыз. 8 тамыз күні сонау Қытайдың Шыңжаң өлкесі ерен қабырға бауырынан атпен шығып, бүгін міне Астанаға жетті. Жолда 2 күн аялдады. Осы 2 күнді шығарып тастағанда 70 күнде 2,5 мың шақырым жолда атпен басып Астанаға жетті. Менің айтайын дегенім, бұл сапардағы қазақ жылқысының қажырлылығы. Кезінде теледидардан көріп едім. Түркмендер өзінің ақал-текесін мақтаныш тұтады. Олар кезінде Түркменстан астанасынан атпен шығып Мәскеуге 84 күнде жеткен болатын. Міне түркмен жылқысының қажырлылығы деп мақтанатын. Интернеттен көрсем, Түркменстан астанасы мен Мәскеу арасы 2,5 мың шақырым екен. Жер көкке сыйғызбай мақтап жүрген түркменнің аттары сол 2,5 мың шақырымды 84 күнде басыпты. Ал біздің кәдімгі қазақы жылқымыз міне сол 2,5 мың шақырымды 70 күнде басты. Оның үстіндегі жолаушының біреуі әйел. Егер қазақи жорық жылқысына мінген мықты азаматтар болатын болса, бұрынғы қазақтың дәстүрі бойынша ауыздыққа қойдың құйрық майын байлап отырып, атты қатырып, баптап отырып жүретін болса, қазақ жылқысы 2,5 мың шақырымды тіпті 60 күнде де еңсеруі мүмкін екен. Әрине, бұл арада Қуат бауырымыздың атбегілік өнерінде ескеру керек. Өйткені 2 атты күнде мініп келген қоналқы жерінде әбден суытып, жем шөбін беріп, баппен мініп келуінің өзі үлкен өнер. Қазақстанда соңғы кезде ұлы дала жорығы деген жылқымен алыс сапарға шығу марафоны басталғанын білесіздер. Бұл осымен 3 кезек өтті. Бұл сапардың қазірге дейінгі ұзындығы 1500 шақырым болатын. Ал мынау Қуат пен Жайна 2,5 мың шақырым жолда атпен жүріп келді. Бұл нені түсіндіреді? Бұл қазақ азаматтарының қайсарлығын, ат үстіндегі қазақтың ұруықтылығын, қазақ жылқының кереметін көрсетеді. Біз шын мәнінде қазақ жылқысының қадірін әлі толық түсіне алмай жүрміз. Қазақ жылқысы арабтың тазағанды жылқысындай, түркменнің ақал-текесіндей сұлу, сәнді көрінбегенімен, былай қарағанда олармен салыстырғанда бояла салау, қораштау көрінгенімен, бірақ Алтай шапса армайтын нағыз тұлпар біздің қазақтың жылқысы. Бұны алғаш рет жылқыны қолға үйреткен қазақтың ата-бабасы ұрпағына аманат етіп тастады. Біз осынау ұлан қайыр жерді осы Алтай мінсе арымайтын қазақ жылқысының құдіретімен қорғадық. Қазір Қазақстанда мен білетін дерекке қарағанда 4,5 миллионнан артық жылқы бар делінеді. Бұл әрине дүниенің алдыңғы деңгейіндегі көрсеткіш. Қазақта қазір жылқы баптап, жылқы өсіріп жатқан байлар аз емес, бірақ жылқы бұрынғыдай қазақтың тақымынан кетіп қалды. Атты сәнге мінетініміз болмаса, күш көлік ретінде пайдаланудан қалып барамыз. Аттан түскен қазақтың айбары да кетіп барады. Өйткені ат үсті әулие деп атаң қазақ айтқандай, атқа мінген қазақ рухты болатын. Атқа мінген қазақ ешкімге дес бермейтін. Ат үстінде тұрған қазақ қолында қамшалып шіреніп отырғанда қандай жауыңнан қаймықпайтын болатын. Ат үлкен рух беретін, ат көп аурудың емі болатын. Аттың үстінде жүрген қазақ ешқашан қазіргідей арыдым, шаршадым демейтін. Тіпті айшылық жолдарға атпен шапқанда денесін арқанмен буып алып шауыпты дейтінді деректерді еститінбіз. Міне сол ерліктің, сол бір қайталанбас сапардың көрінісі сияқты Қуат пен Жайнаның Астанаға келуі де мен үшін алғанда қазақы жылқының қасиетін дәріптеу деп түсінер едім. Қазақ пен жылқы егіз ұғым ғой. Кезінде марқұм Асқар Сүлейменов айтты дейді, қазақ жылқыдан жаралған деп. Болса болатын шығар, өйткені қазақ пен жылқының тектілігі бірдей. Мына жан жануарлардың арасында өзінің жатырына шаппайтын ең керемет хайуан да осы жылқы. Сенбесеңіздер, мынау будан тұқымдарды көріңіздерші. Оларда тәртіп
қазақ жылқысындай қасиет те жоқ. Бір-біріне шауып жатады. Тіпті еркегі еркегін артылып жатқанын да мен көзім көрдім. Ал қазақтың жылқысында ондай тәртіпсіздік, ондай бейбастақтық қасиет жоқ. Мен осы күнге дейін көргенімде. Өте қазақтың өзіне тартқан ғажайып мінезі бар жануар еді. Енді міне сол жануар сонау ерен қабырғаның баурайынан міне Астананың төрінде дейінгі 2,5 мың шақырым жолда жүріп жетті. Әрине бұл арада бір мәселені айта кету керек. Қуат пен Жайна Қытайдан өз аттарымен шыққан, алайда шекараға келген кезде 40 күн карантинде қоюларын керек дегендігі себепті уақытқа байланысты аттарын сол арада қалдырып, шекараның түбінен осы 2 атты сатып алып мінген. Бұл аттарда аз жол басып келіп жатқан жоқ, яғни 1700-1800 километр жолды еңсеріп келді. Бұл арада Қуаттың астындағы күрең, мен күрең ғой деймін, видеодан көргенімде әзір өзін көремін, нақ қазақ жылқысы. Ал енді ақбоз ат, ақбоз айғыр, ол аралас қандылау. Жолда сол аралас қанды жылқы аздап шалдықты дейді. Ал ана қазақы күрең әлінге дейін сыр бермей келе жатыр. Міне қазақ жылқысының қасиеті. Сондықтан Қазақстанда қазақ жылқысының қасиетін зерттеу, қазақ жылқысын әлемдік бренд ретінде дәріптеу алдағы ең маңызды жұмыс болмақ. Соңында ат пен қазақ жасай берсін. Ат үстіндегі әулие қазақтың десі қашанда биік болсын дейміз. Астыңда атың, астыңда тұлпарың, астыңда дүлдүлің, астыңда арғымағың, астыңда сәйгүлігің ойнап жүре берсін ағайын. Жағда бабалықтың айтуынша қазақтың төл сөздеріндегі жылқыға қатысты атауларда аса бай көрінеді. Тек жылқының түсіне қатысты атаулардың өзі 200-ден асады екен. Ал жылқыға қатысты жалпы атауларды қосып санайтын болсақ, бәлкім 1000-ға жуықтап кетуі де мүмкін. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Düşmanlardan kazanacaklarından, körülmezliklerden aman et. Onunla yerimizden altın betisinde terbiyelik verirken altın ırmaklarımızda Allah'tan Allah avroymen avasak. Amin.